Қайырлы күн, достар. Менің асыл каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен бір жасағаннан өте керемет болып шығатын сәтті рецепттерімнің бірі дамские пальчики, яғни бикеш саусақтарының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай бір стакан су қажет болады. Оны табамызға құйып, отымыздың астын жағып, дәл осы суымыздың үстіне шым-шым тұзымызды салып араластырып аламыз. Одан кейін дәл осы суымыздың үстіне алдын ала өлшенген майымызды салып, майымыз еріп, суымыз қайнағанда отымыздың астын шамалы ғана басып, үстіне бір стакан ұнымызды салып, осылай венчигіміздің көмегімен ұнымызды біркелкі етіп араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалмау керек. Одан кейін суытуға жібереміз. Міне, біздің суған қамырымыз дайын. Ендігі кезекте басқа ыдысқа салып аламыз да, одан кейін үстіне рет-ретімен бір-біртіндеп ақырындап жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Алдын ала 4 жұмыртқамызды жарып, міне осы қамырымыздың үстіне салып, ендігі кезекте қасығымыздың көмегімен біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын. Дәл осы массамызды формамыздың бетіне пергамент бумагасын төсеп, қасығымыздың көмегімен осылай суға аунатып алып, одан кейін қамырымызды қолымыздың көмегімен домалақ етіп пергаменттің үстіне салып аламыз да, алдын ала қызып тұрған пешімізде беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің біркелкі болып шыққан бикеш саусақтарымыз дайын. Ендігі кезекте креміне кірісетін боламыз. Ол үшін бізге алдын ала өлшенген сливкиміз, яғни 33%-ық сливки. Оның үстіне қант ұнтағын салып, миксеріміздің көмегімен жақсылап қоюланғанша біркелкі етіп кремімізді жасап аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Ендігі кезекте шанышқымыздың көмегімен осылай бикеш саусақтарын дәл осы кремге аунатып, одан кейін осылай тарелкамызға сала отырып, биік форма жасап аламыз. Достар, егер менің каналым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Егер рецепт қажет болса, рецептін описание бөлімінен таба аласыздар. Дәл осылай қазақша контентті қолдап, менің арнамның өсуіне өз үлестеріңізді қоссаңыздар болады. Әрбір берілген пікір мен үшін өте маңызды. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де дәл осы рецепт түрімен жасап көріңіздер. Ал бізге ас болсын.